Сәлем, каналға қош келдің. Каналда арықтау жайлы ақпараттары мен ПП рецептері бар. Егер де артық салмақтан арылғың келсе, онда каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздерге бүгін неліктен артық салмақтан арылғыңыз келмейді, соның 5 себебіне разбор жасап беретін боламын. Ендеше видеоның соңына дейін қараңыздар. Жалпы сізде артық салмақ бар және сіздің айтатын 5 сылтауыңызға мен дәл қазір разбор жасап берем. Яғни 5 сылтау, 5 себеп деп алайық. Ең бірінші себептің бірі ол гормоналды бұзылыс менде бар деп жауап беру. Жалпы гормональный сбой деп айтып жатады. Егер де сізде гормоналды бұзылыс болса, сіз артық салмақты жинап аласыз және одан арылу сізге қиын болады. Бірақ сіз гормоналды бұзылыстың барын тексерттіңіз бе, яғни қан тапсырып, эндокринолог дәрігеріне барып, жаңағыдай консультациясын алып, жалпы былайша айтқанда емделіп, тырысып көрдіңіз бе? Егер де ешқайсысын жасамаған, тырысып көрмеген болсаңыз, онда дәл осы гормоналды бұзылыс сізде бар ма, жоқ па, оны анықтаңыз. Яғни артық салмақтың анатомиялық себебін бірінші анықтаңыз. Егер де сізде гормоналды бұзылыс жоқ, жай ғана сіздің сылтауыңыз болса, онда сіз жаңағыдай просто так артық салмақтан арылғыңыз келеді, бірақ сіздегі сылтау бітпейді. Яғни бірінші сылтау ол гормоналды бұзылыс. Сол себепті сіз артық салмақтан арылмайсыз. Ол үшін сіз бірінші әрекет жасаңыз, әрекеттен кейін жаңағыдай өзіңіздің нәтижеңізді көретін боласыз. Егер де сізде шынымен гормоналды бұзылыс болатын болса, онда сіз артық салмақтан арылуыңыз қиындау болады, яғни метаболизмнің жұмысы нашарлайды. Солай сіз артық салмақты жинап алып тұрасыз. Сол үшін міндетті түрде дәрігерге барып, тексеруден өтіп, шынымен гормоналды бұзылыс бар ма, жоқ па анықтаңыз. Келесі артық салмақтан арылуға кедергі сылтаудың бірі, яғни себептің бірі, ол менде балалар бар, яғни мен балалардан қалған тамақтарды жеймін, солай мен артық салмақты жинап аламын бір жағынан, екінші жағынан тамақтарды қимаймын, қоқысқа тастауға обал ғой деп балалардан қалған тамақтарды жеп қойып жатады. Кез келген балалар, негізі кез келген балапандар тамақтарды соңына дейін, яғни бітіріп жемейді, үстелдің үстінде қалып кетеді. Тіпті алма болсын, тіпті тоқаштары болсын, кез келген өнімдер жалпы балалар соңына дейін жемей үстелдің үстінде қалып кеткендіктен аналар ондайды қой мен жей салайын, обал болады ғой деп жаңағыдай балалардың әр қалған тамақтарды жеп қойып жатады. Ондай кезде балалар тамақтанатын кезде соңына дейін жемеді, біраздан кейін уақыт өткеннен кейін жаңағыдай ол тамақты ұсынып көріңіз. Егер де бала жемемей, онда шынымен оны қоқысқа тастай беріңіз. Бірақ оны қоқысқа тастауға обал ғой демеңіз. Ең маңыздысы ол сіз ол тамақтарды жей берген кезде міне сіздің ағзаңызға обал. Яғни сіз сол арқылы артық калорияға тамақтанасыз. Артық калория сізге ол артық май болып, артық салмақ болып жиналады. Сол себепті балаларды да ойлағандықтан бірінші кезекте өзіңізді де ойлаңыз. Яғни балаларға беріп жатырмын деген тамақты барынша жаңағыдай не балаға беріңіз, болмаса қоқысқа тастаңыз. Солай өзіңіздің артық тамақтанып қоюыңыздың алдын алыңыз. Келесі сылтаудың бірі, яғни маған калория есептеу қиын, мен калория есептей алмаймын, калориямен бас қатырғым келмейді, бәрін жей берейінші деп жаңағыдай өздеріне сондай сылтау айтады, өздеріне сондай себеп айтады да артық салмақтан арылуға қадам жасамайтын қыз келіншектеріміз де бар. Жалпы негізі калория есептеу, жаңағыдай оны есептеп шығару жалпы қиын емес. Кез келген телефонда Fat Secret деген қосымшаны, яғни приложениені жүктеп аласыз да, қандай өнім жедіңіз, соны жазсаңыз, сізге калориясын есептеп береді. Бүкіл КБЖУ-ды есептеп береді. Яғни ақуыз қанша, көмірсу қанша, май қанша, оның барлығын есептеп береді. Мысалы, сізге бір күндік нормаңызға дейін есептеп береді. Мәселен, сіз бір күнде 1500 калория тамақтанатын болсаңыз, таңғы ас, түскі ас, кешкі асқа бүкіл калорияларды, жаңағыдай бүкіл өнімдерді жазатын болсаңыз, сізге телефон есептеп береді және артық тамақтанғаныңызды тіпті сол калория арқылы көріп жатасыз.
калория есептеу мүлдем қиын емес. Менің осыған дейін салған видеом бар, телефон арқылы арықтау деген. Сол видеоны көруге кеңес беремін. Тіпті осы видеоның астына описаниеге де қалдырып кетемін. Міндетті түрде сол видеоны көріңіздер. Жалпы негізі калорияны бір апта бойы есептеп жүретін болсаңыздар, сіз автоматты түрде әрі қарайда калория есептеуге үйреніп қаласыз. Яғни сізге ол әдет болады. Сол үшін калория есептеу қиын деген сылтауды, себепті алып тастаңыздар. Келесі себеп деп айтайық, менің арықтауға уақытым жоқ, жаттығу жасауға менің уақытым жоқ, тіпті тамақтарды дайындауға уақытым жоқ, бала шағамен жұмыс жасаймын, менде ондай уақыт жоқ деп үнемі кейінге қалдыратын қыз-келіншектеріміз бар. Жалпы ол кісілерге айтарым, неге өзіңізге бір күнде 24 сағат болса, 24 сағаттың ең кемінде 30 минут немесе 1 сағатын неге өзіңізге арнамасқа? Сіз өзіңізді құрметтеп, өзіңізді жақсы көрсеңіз, айналаңыз да сізді жақсы көреді. 30 минутқа жай ғана жаттығу жасап, медитацияларды тыңдап, арықтауға қатысты ақпараттарды тыңдап, тіпті өзіңіз жақсы көретін тамақтарды дайындап, мысалы неше түрлі тәттілер көп қой, поп рецептер бар, жаңағыдай арықтауға қатысты ақпараттар бар. Солар жайлы ақпараттарды күнделікті 30 минуттан 1 сағаттан білетін болсаңыз, сіздің жаңағыдай сылтау айтуға деген ойыңыз, мышлениеңіз бүкіл өзгереді. Сол үшін өзіңізге ең кем дегенде 30 минут уақыт арнаңыз. Егер де сіз күнделікті өзіңізге 30 минут жаттығу арқылы, тамақтарыңызды дайындау арқылы, тамақтану жоспарыңызды құру арқылы жаңағыдай өзіңізге көңіл бөліп, өзіңізді жақсы көретін болсаңыз, сіз міндетті түрде бір айдың ішінде өзгересіз. Яғни басқа адам боласыз. Басқа адам болғандықтан сіздің айналаңыз да сізді басқаша көзқараспен қарайды. Вау, сен қалай күшті арықтап кеттің, сен қалай әдемі болып кеттің, сен бұрын мұндай емес едің ғой деп сізге айналаңыз комплимент айтатын болады. Сол үшін қазірден өзіңізді құрметтеп жақсы көріңіз, ең кем дегенде 30 минут уақытыңызды просто так өзіңізге арнаңыз. Пайдалы ақпараттарды оқуға, оларды тыңдауға және өзіңізге арнап күнделікті ас мәзір дайындауға тырысыңыз. Жалпы біз қыз-келіншектер жаңағыдай әйел адам болғандықтан тұрмысқа шықсақ, жолдасымыздың, ата-енеміздің тәтті тамақтарын дайындауға уақыт табамыз да, өзімізге келгенде уақыт таппаймыз. Яғни өзімізге келгенде ешқандай тамақ дайындамаймыз. Ата-енемізге дайындаған тамақ, немесе жолдасымызға, бала шағамызға дайындаған тамақтарды жей саламыз. И өзімізге келгенде, жаңағыдай поп рецептерге келгенде, немесе бір өзімізге арнап ешқандай тамақ та, еш нәрсе де дайындамаймыз. Солай өзімізге уақыт бөлмейміз. Енді сізге сұрақ, комментарийге жазып кетіңіз. Сіз өзіңізге бір күнде қаншалықты уақыт, көңіл бөлесіз? Яғни бір күнде жалпы 24 сағаттың ішінде қаншалықты сіз өзіңізге қарайсыз? Тіпті бетіңізге массаж жасауы болуы мүмкін, тіпті өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысуыңыз мүмкін, немесе жаңағыдай арықтауға қатысты ақпараттар тыңдауыңыз мүмкін. Жалпы өзіңіздің хоббиіңізбен айналысуға қанша уақыт жұмсайсыз, соны комментарийге жазып кетсеңіз. Келесі сылтау, яғни менде ақша жоқ. Мен ПП-ны ұстау үшін, яғни дұрыс тамақтануды ұстау үшін менде оған қаржы жетпейді. Сондықтан мен оны ұстамаймын, сондықтан мен арықтауға әрекет жасамаймын деп жататын қыз-келіншектер бар. Егер де сіз де дәл осылай ойлайтын болсаңыз, онда мүлдем қателесесіз. Жалпы дұрыс тамақтану ол сізге көп ақшаны талап етпейді, керісінше сіздің ақшаңызды үнемдейді. Дәл сол ақшаға сіз пайдалы тамақтарды сатып алуыңыз мүмкін. Яғни ұзаққа жарамды пайдалы тамақтарды сатып алуыңыз мүмкін. Былайша айтқанда, сіз күнделікті қаржыңызды тәтті тоқаштарға жұмсауыңыз мүмкін. Тәтті тоқаштардың орнын жемістерге, көкөністерге алмастыруыңызға болады. Міне осылай сіз ақшаңызды үнемдей аласыз.
және ақшаңызды жалпы оңды солды шашпайсыз, тіпті тәтті тоқаштарды жей алмайсыз, жаңағыдай кәмпиттерді жей алмайтын боласыз. Солай өзіңіздің ақшаңызды керісінше 2, 3, 4 есеге дейін үнемдей аласыз. Жалпы ПП тамақтар ол сіз ойлағандай қымбат емес, жай ғана үйдегі бар өнімдерді калориясын есептеу арқылы дұрыс тамақтанып 5 мезгілге бөліп, яғни аз-аздан 5 рет тамақтану ол деген. Жалпы негізі көп адамдар дұрыс емес тамақтанып, яғни тамақтанбай, тек қана 1-2 рет қана тамақтанып, артық салмақты қосып алып жатады. Сол үшін сізге айтарым, менде ақша жоқ, қаржы жоқ, маған арықтау қиын деген ойдан мүлдем аулақ болыңыздар. Керісінше дұрыс тамақтану арқылы ақшаңызды үнемдейсіз. Өзіңіз 1 ай бойы дәл осы дұрыс тамақтану марафондарына немесе курстарына қатысып, осы тамақтану жайлы ақпараттарды біліңіз. Міне сол кезде көзіңіз жететін болады. Шынымен ақшаны үнемдеуге болатынын. Немесе менің арықтау марафоныма, курстарыма келсеңіз болады. Және тамақтану жайлы, арықтау жайлы бүкіл ақпараттарды үйренуге де болады. Тіпті міне сіздерге тегін ақпараттармен де бөлісетін боламын. Міне қыздар, артық салмақтан арылуға еш нәрсе кедергі емес. Адам шынымен қалаймын десе, онда оны шынымен орындайды. Сол үшін мына жаңағы сылтаулар болатын болса, осы сылтауларды жеңіп, міндетті түрде артық салмақтан арылуға қадам жасаңыздар. Міне көрдіңіздер ғой, гормоналды бұзылыс та кедергі емес. Оның шешімі бар, дәрігерге барасыз, эндокринолог дәрігеріне барып, ем қабылдап, дұрыс тамақтану арқылы арықтауға болады. Және уақытым жоқ десеңіз, өзіңізге уақыт табуға болады. Бала бар десеңіз, жаңағыдай баланы сылтау етпей, және баладан қалған тамақты жемей, оның да шешімі бар. Ең бастысы өзіңізге уақыт бөліп, өзіңіздің жаңағыдай жаман әдеттеріңізден арылып, керісінше өзіңізге жақсы әдеттерді сіңіретін болсаңыз, сіз міндетті түрде артық салмақтан арыласыз. Қыздар, ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де құрбыларыңызға, достарыңызға, таныстарыңызға неге арықтамайсың деп сұрақ қойсаңыз, егер дәл осы сылтауларды, себептерді айтатын болса, онда дәл осы видеоны ол кісілерге жіберіңіз. Мүмкін ол кісілерде ойы өзгеріп қалар. Сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар.